әдемі жерлерін аралап суретке түстік. Қызылорда акиматының қасына суретке түстік. Мұстафа Шоқайдың ескерткішінің қасына, қаламгерлер аллеясына барып, енді Түркістанға қарай жолға шығып бара жатырмыз. Ақжол. Жаңа ар жағынан келатқанда осындай көпірмен шыққан болатынбыз. Айналма жол есебінде дайындап қойған екен. Енді екінші жағымен шығып, біздер қазір ары қарай Түркістанға кетеміз. Өте әдемі ұйымдастырған екен. Біз біраз жерде келе жатырмыз, бірақ мынандай көпір айналма дайындалған жолды көрген жоқпыз. Алла сәтін салсын. Ал жолымыз оңғарсын, Ақжол. Шығып берген жолға қырасына. Мынау мінекей Қызылорда ішке кіреді деген жазу, төменгі жол Шымкентке кетеді. Переход. Жолдан өтеді. Переход. Президент паркті дұрақта. Шіркейлі өзені Арнасан асып тұр екен. Арнасан асып тұр екен. Сырдария өзені Арнасынан асып топ тұр екен. Керемет. Жайықта, Шағанда, Теркулда барлығы Арнасынан асып тұр еді. Шиелі өзені 16 разрез. Біздің ол сияқты екен бұларда разрездері. Қанша шақырым болыпты? Ал келдік Түркістанға. Поверните направо. Жаяу бұна міне көрдің бе? Красота, қайықпен жүреміз. Сол қасында болды ғой мынау. Иә? Через 250 метров круто поверните направо. Түнгі 9-дан 2 минут кетті. Түркістан қаласына кетіп. Кішкене машинамыз. Көрші екінші машинамыз. Осының қылып суға кідірді. Мына жеттік Түркістанға.
яғни ойын-сауық кешені бар балаларға арналған. Қазір жолай бізде драма театрлар, музейлер орналасса, соларды жолай таныстырып өтемін қазір барлығын. Үлкендердің ойын-сауық алаңдары қайда? 16. Ойын-сауық үлкендер емес, кішкене балалар. Бұл жерде қазақ хандарының батырлары орналасқан екен. Әдемі. Он 19 ғасырда әскери казарма болып салынған. Яғни оқ-дәрі, қару-жарақ сақтау үшін кейінгі кеңес үкіметі кезінде тігін шеберханасы болып жұмыс жасайды. Түркістан қаласының 15 жылдық мерейтойына орай 2000 жылы Түркістан тарихи музейі болып ашылды. Музей ЮНЕСКО-ның қорғауында. Оң жақ беттеріңізде Түркістан қаласындағы ең алғашқы ұлттық банк салынғанына бір ғасырдан асқан. Ғимаратымызда қазіргі таңда архивта жатыр, яғни қолданыста емес, бірақ ЮНЕСКО-ның қорғауында. Сол жақ беттеріңізде тұрған этноауыл қазақтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын жас балдар ұмытып қалмасын деген ниетте солған. Ең жоғарысында ханның киіз үй, ал жанында билер, нөкерлер, сұлтандар қоныстанған. Ал мына оң жақ беттеріңізде тұрған Маңғыстау облысының сыйлығы ашық аспан театры, яғни амфитеатр 500 адамға лайықталып салынған. Асты жастар орталығы болып жұмыс жасайды. Керемет, біздің сыйлығымыз болды ғой. Кейін шоу концерттердің барлығы осы жерде өтіп тұрады. Және айта кететін болсақ, ішінде үлкен LED экраннан асқан, LED экраннан жастарға арасында караоке және Қазақстан футбол құрамасының ойынын көрсетіп тұрады. Керемет. Ал оның жанында 62 режимде 24 түрлі әуенде жұмыс жасайтын 30 күнде ұқсап пісірілген танцующий фонтан Шығыс Қазақстан облысының сыйлығы. Күндізгі уақытта бір режимде жұмыс жасаса, кешкі сағат 7 мен 10-ның арасында барлық режимдер мен әуендер қосылады. Қазір өшіріліп тұр бұл. 7-тен 10-ға дейін ғана. Орал сыйлық бермеген. Неге? Нағып? Сол жақ беттеріңізде кесенеміздің артынан асқан бақ Яссы бағы деп аталады. Екінші атауы Тысячи фонарей. Ішінде 1000-ға жуық шамдар орналасқан. Қараңыздар, Тысячи фонарей дейді. Бақ қана жерде. Керемет екен. Ішінде Япониядан әкеліп егілген сакура ағашының лотос гүлі бар. Қай жерде? Міне ана жерде. Бас жағында ғой. Ертең барамыз. жүруге болады. Иә, күндізгі уақытта жүрсеңіздер болады, қазір кіргізбейді ойға. Алдарыңызда тұрған бізде летающий чайник түпнұсқасы Қытайда орналасқан. Біздегі көшірмесі. Иә, мүше суретке түстік біздер. Алдарыңызда орталық саябақ бізде гүлдер бағы деп аталады. Түркістан қаласы облыс болмай тұр, бұл жер центральный площадь болған, яғни Есімхан алаңы атындағы. Ал мына оң жақ бетімізде болашақ колледжі биыл қолданысқа берілді. Колледжіміз бұрынғы городской акиматтың зданиясы болған. Ал оның жанында елбасымыз, яғни президентіміздің жеке резиденциясы. Демалатын орны осы жақта. Ал мына Еуразия қонақ үйі, жақын үстіне 3-ші қонақ үй. Қонақ үйіміздің астына сіздер тамақ ішетін Дорба кафесі орналасқан. Ал мына тіке алдарыңызда тұрған кесенемізге кіретін батыс қақпасы дарбаза атауымен аталатын қақпа. Негізі кіретін 4 қақпа бар. Дарбаза, мысалы, Жеті ата және тақия қақпалары. Асыл ана, шарастырасыздар, дұрыс. Яссы қонақ үй. Бұл яссы қонақ үй бізде. Осы қаламызда ең көне қонақ үйлердің бірі салынғаны 70 жыл ма, 80 жыл ма болып қалды. Келмейді берілген. Келмейді қазір. Кім керек еді? Адам келе ма? Даниял келеді қазір. Даниялға звондап айтып көріңіз. Қойылған. Жалпы кесенеміз жайлы айтатын болсақ, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның қорғауындағы ғимарат 13-ші ғасырда Орта Азия билеушісі Ақсақ Темірдің ұсынысымен салынады. Жалпы кесененің биіктігі 37 метр, 35 бөлмеден 2 қабаттан тұрады. Екінші қабатын 2005 жылдан бері жауып тастаған. Жауып тастау себебі сақталу мерзімін ұзарту үшін. Және кесененің көмбесіне қарасаңыздар, арабша жазулар жазылған бізде. Яғни олар бізде михрабтар деп айтайды. Михрабтарда Аятул Курси мен Алла сөзі 4 рет жазылған. Және кесенеміздің 70% түпнұсқа, 70% реставрация, 30% түпнұсқа. Нақтырақ айтсақ, алдыңғы тұсы. Алдыңғы тұсына қарасаңыздар, ағаштар шығып тұр. Ағаштарды біздер ертеректе құрылыста оны леса ретінде пайдаланылған.
және кесенеміздің алдында Рабия Сұлтан бегім кесенесі 5 бөлмелі 2 үлкен үй. Ол біздер Ақсақ Темірдің шөбересі Ұлықбек Сұлтанның қызы болып келеді. Және кесененің айналасында 13 ғасырдан бері келе жатқан шығыс моншасы, және жер асты мешіті, яғни Тоғет мешіті, жұма мешіті барлығы музей ретінде жұмыс жасайды. Кіріп көрсеңіздер болады. Жалпы кіру құны Ол жердегі ана бұрынғы моншалар жұмыс істеп тұр ма сонда? жоқ. Ол музей 90 жылға шейін істеген ол негізі. Иә, ал қай жердегі жаңа банялар істеп тұрған? Орталықтарда. Осы жердің тұрмаласын тұрғынсың ба? Иә. Привет, привет. Привет. Жоқ, колодцы қысылған ғой. Колодцы. Ауасын шығару керек. Арбат деген не ма? Арбат бұл бізде ұлттық тағамдар кафелер ғой. Таң сағат 9-дан түнгі 10-ға. Мынаны сары не деп едің жаңа айтып жүрсің? Қонақ үй, гостиница. Хэмптон бай Хилтон қонақ үй. Хилтон деген осы ма? Хилтон осы. Мынау Атыраудың сыйлығы, Ұлы дала елі орталығы. Ұлы дала елі орталығы. Күшті форматта жоғары технологиялық музей. Атырау күшті болып тұр осында. Музейді форматта сеніп көріп тұрған. Ішінде салдым осының барлығын? Да? 2018-де Оңтүстік болған, 6 уақыт. Önde salgıtı mı? Yerimiz Karavan Sarayı'nın harcandığı 2. salonda жатыр ғой. Al, қалай жағдайларың?